ертеңгілігімізге қош келдіңіздер. Енді бәріміз балалардың өнерін тамашалайық, қолдап қоршап отырыңыздар. Халайық, мындан аза салайық, алтын күзге арналған кешімізді бастайық. Жомарт күні жақын күз берекесі халқына, қош келіпсің алтын күз, құт қонағын төлемін. Ал балалар, қараңдаршы, біздің тобымыз қандай әдемі, көз мезгіліне ұқсап тұр, балалар. Қазір біз қолымызға не ұстап келдік? Жапырақ! Жапырақтарымыз соғандай екен? Сары екен, Бұл күз мезгіліне ұқсай ма? Тыңдаңдаршы балалар, бір дыбыс шығатын сияқты. Бұл не дыбыс? Қарайықшы. Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіздер ме, қонақтар? Мен алтын көзбін, жайдары жарқын жүзбін. Бүгінгі сендер мерекелеріне қонаққа келдім. Өзімен бірге алтын жапырақтарымды ала келдім. Бұл жай ғана алтын жапырақтар емес, балалар. Бұл жапырақтарда тапсырмалар бар. Егер сол тапсырмаларымды дұрыс орындасыңдар, мен сендерге өзімнің сыйлығымды беремін. Сендер дайынсыңдар ма? Құрметті біздің қонағымыз алтын көз, біздің балалар өлең де айта алады, тақпақ та айта алады, сіздің жұмбағыңызды да шешуді біледі. Отырып мына жерге жайғасып, біздің балалардың өнерін тамашалаңыз. Қазір құрметті қонақтар біздің балалардың орындауында күз сияқты өлеңді тыңдаңыздар. Әдемі тұрамыз.
балаларым бар жана айтып кеткенде айтамын. Күз мезгілі. Айтасың, қазір далада күз мезгілі. Күз мезгілі екенін қайдан білдіңдер? Айназар айта қойшы кәне. Үлкен жапырақтар сарғайып Жақсы жарайсың. Ал Наргиз айта қой. күн суытады. Дұрыс айтасың. Күз уақытында күн суытады. Аслан айта қой. Жел соғады. Жаңбыр жауады, иә? Жақсы. Келесі сұрағым тыңдады. Күз айларын атап беріңдерші. Даның атап бере қойшы. Қыркүйек, қазан, қараша. Жарайсың, бәрекелді Дана, рахмет. Көрдіңіз бе? Иә, Біздің өте балалар ақылды қандай екен. ақылды. Енді балалар, біз күз айларын атадық қой. Енді соларды ортаға шақырайық. Біздің қазан, қараша, қыркүйек келдер ортаға. Бізге дайындаған бір бақтары бар екен. Бастаймыз абзал. Бірінші қыркүйек білімге бастады, мал менен жүргілеп құшырла бастады. Санатқан ғаламды жәмбірі ғарапа ұстау заводы орнатқа қазады. Олай жәнгені жатау қаншау қауша өді, қауша аншы. Рахмет балалар. Мінекей балалар, біз күз айларымен танысып алдық, қыркүйек, қазан, қараша дейді. Күз айында балалар, күз айы жомарт қой, бізге қаншама өнім алып келеді, е? Сол біз көкөністерді енді ортаға шақырайық. Картоп, бұршақ, асқабақ, қызанақ, оран жапырақ. Бәрі. Ішкене темедеймен, анаймен, бәріне, дәмді тағамдарымен, жер шаймы бәріне. Енді біз сөзді мақтана сөздерге менсіз бош болмай, биік ете үстінде. Мақтанғана не пайда, менсіз дәндіші қайда, мен қосасам саға, бәрі жеді тамшана. Кім білмейді фалғанды, давайға маған тағанды, бәрнесі боламын, дауы менен дақады. Оның барса бісімнің зайстайынан түспеген, мені деген атандап кем болмайды түскеде. Үсен бақша бауында, қатты оқсан қауынға, жемек болып шекіде, күлкі болмай қауынға. Сен кезде қызанақ, көз таттар қызылсымен бармадан сүйсінбей, тамашын ішпеген. Мен дәуді үш боламын, бақ-бақтағанға, көкөністер шынемен пайдалы адамға. Мені жақшап қақтанды, мені мәсін мақтанар, мені жақсы кереді, үлкендермен бағаған бақ. Бас айтысты қояқ, дауға суды тастатайық. Сіздер бәрлерін пайдаланысыңдар адамға, е? Бәрінен дәрумендер алады. Сол үшін дауласпайық, отырайық. Рахмет балалар сендерге. Осы оқытайық мектанлар. Енді құрметті ата-аналар, біздің балалардың орындауында «Күз жомарт» деген бір ән шыңдаңыздар. Аты
болғаннан кейін әдемі ойнайсыз, екеуі бір-біріңді. Үшке де санайық. Санаймыз балалар отырған болып. Жұмбақ шешу. Ата-аналар сіздерге де қатысуға болады. Бірінші жұмбақ жасайық. Жерге тырс-тырстамады, сайға қарай ағады. Шешуін кім табады? Жаңбыр. Дұрыс айтасың, бұл жаңбыр. Жақсы. Менің жұмбақтарым болар күз мезгіліне арналған. Сондықтан ағыды. Қабат тоны бар, кішкентай ғана бойы бар. Бұл не? Айна, қарай қалаш. Жапырақ. Дұрыс па олар жапырақ? Жапырақ емес. Кәне ата-аналар кім білет шешімді? Ергежан, кәне. Дұрыс айтасың, бұл орам жапырақ, яғни капуста. Жақсы келесі. Қалың киім ұнатады, шешіндірсіндер жылатады. Ол не? Кәне Зейнеп айта ғой. Я, қандай көкөніс жылатады шешіндірсе? Басқа қалай айтуға болады оны? Пияз. Жақсы, жарайсың Зейнеп. Және соңғы жұмбағын тыңдады. Ағайынды бәрі шықса жасыл, түссе сары. Так, кім бізде? Кәне, кім жас? Ой, не раз айтады? Дұрыс айтасың, жапырақ. Балалар неге шықса жасыл деп айтамыз? Қай уақытта жасыл түске бояды жапырақтар? Жібек. Сарғайып түседі. Күз кезінде сарғайып түседі, иә? Ал жасылға қай кезде боялады жапырақ? Камила? Көктем. Жақсы, күз кезіне түседі, иә? Ал жасыл түске қандай мезгілде боялады? Абзал? Жаз ба? Жазға дейін қандай мезгіл бар тағалар? Абзал? Көк? Көк? Аблайхан көмектесін. Аблайхан көмектесін. Көк? Күз мезгілі. Көктем. Күз мезгілінде жасыл. Дұрыс айтасыздар, көктем кезінде. Менің сіңілім бар көктем деген, сол мезгілде жапырақтар жасыл болады. Ал менің мезгіліне жақпаңыздар, жапырақтар сары болып боялып жерге түседі. Менің тапсырмам аяқталды. Балалар өте жақсы орындады. Енді сіз демалы біздің балалардың, ол балалардың орындауында Саңырауқұлақтар деген би бар. Соны тамашалаңыздар.
Ya doğramısınız. Балалар, күз айында тек қана көкөністер өспейді ғой, иә. Күз айы жомарт, күз айында байлық көп дейді. Бізге енді жемістер де келді. Кәне жемістер ортаға шығып, өздерін дайындаған бір тақпақтары бар, соны айтып жіберсін. Сен жеміс емессің бе? Ертең бастаймыз. Мен мұртпын, аусындарын башыртым. Мен амамын таңда жуар бар дамын. Ботақтанып жүрген жарса анаймын, моншақтарды жүрген дәнжеген аламын. Мен сүзімін, азақ болып үзілдім. Мен өрікпім, бау баша көрікпім. Баптап мені күткен соң, талды болып өрікпім. Асаған чырын менде бар, мен басын деймін. Енді жаңа біздің топтың жігіттерін орындауында көрдіңіздер. Биді енді біздің қыздар бір тамаша ән айтып берсін сіздерге. Қыздар, жаңбыр тамырлары. Балаларымыздың орындауында енді жапырақтар кейін тамашалаңыздар. Бәріміз жапырағымызды аламыз балалар қолға. Абзал, жапырағымызды қолға аламыз. Қолға қараймыз. Абзал,
Мереке басталғалы бізге бақтайды, ән айтты, ойын ойнады. Тіпті мен тапсырмалардың бәрін дұрыс орындады. Бала, мен сендердің өнерлеріне тәнті болдым. Рахмет сендерге. Сендерге әкелген сыйлықтарды міне берген табыстап. Оны кейде сендерге тәрбиешілерін таратып береді. Ал осымен балалар, менің кететін уақытым болды. Мені басқа балабақшада бүлдіршіндер күтіп қалды. Сондықтан келесі жылы кездескенше сау болыңдар. Сау болыңдар. Бізде міне жемістеріміз де бар, көкөністеріміз де бар, дастарханымыз толы. Осы күз айы келесі жылда осындай мол бізге байлық берсін деп, осымен бүгінгі біздің алтын күз атты кішкентай ғана ертеңгілігімізді аяқтаймыз. Келесі кездегі біздің мини-центріміздің әдіскері Нағымет Асболатовнаға берейік. Я вот в такой вот вашей теперь школе, действительно, мне все понравилось. Вот есть, когда в группах сидишь, что-то минус, что-то плюс, а тут от того, что я сама родительница, сама мама, здесь все замечательно, все понравилось. Но благодаря тому, что вот с одной стороны вам хочется сказать, дорогие родители, вам спасибо. Если бы не вы, вот представляете, как мы эстетически, да, смогли оформить праздник вместе с вами, это наконец наша мечта вот осуществилась, да, теперь любые праздники, да, Алтын күз болса, значит, здесь Алтын күз оформление, Новый год, значит, это будет Новый год, Дед Мороз будет, это все, потому что у фантазии, у воспитателей хватает, да, но это нужно воплотить. И благодаря вам, такому оформлению, что вы участвовали, да, родительскому комитету, большое спасибо, когда вот эстетически, когда действительно праздник соответствует празднику, да, тогда действительно настроение поднимается, и хочется вершить, хочется работать. Поэтому дети наши, воспитатель, Халида Сетпек-кызы, она очень такая умница, молодец. Дети, вот видно результат труда Халиды Сетпек-кызы, потому что дети знали стихотворение, дети песню, как они пели, да, так, какого-то Яралаша, да, помните, кого Яралаш? Действительно так, айқайлап, чтобы бәрі естіліп, бізден жоғары, балалар өте тамаша, вот алтын күзбен біз қоштастық. Қандай мезгіл келе жатыр бізге? Кыз бал келе жатыр. Я думаю, что у нас, мне кажется, в пятницу мы последний утренник проведем, қоштап алтын күз, мне кажется, потом қар жауады. Это все от нас зависит. Семьяға бақыт тілеймін. Зор денсаулық, біздің осындай балапандар ешқашан ауырмасын. Осындай ертең мектепке, ертең уже несі выпускной болады, да, осындай немен тамаша біздің выпускной өтсін. Осындай мектепке барғанда ең только 4-ке, 5-ке біздің балалар оқысын. Бәрі тамыз болсын, бәрі жақсы. Поздравляю еще, прощайте, сіздердің алтын күз мерекесімен құттықтаймын. Бізге күз мінеке қандай жеміс-жидегін әкеліп жатса, сол бізге қысқа азық болсын. Алла жаса еліндігі күзге жақсы жақсылықтармен кездесетін болар. Ол қандай жақсылық? Біздің балаларымыздың дендері сау болып, бағалары 4-5 болып, соның бәрі бізге үлкен бақыт келеді.